қойын деп отқан сұрағым. Көп жылдары мемлекеттік қызмет істедім. Әкенің рөлі өте үлкен деген біледі. Қой деп айтасың, бірақ та енді ол кейде тыңдайды, кейде шегесіп. Ертең бізді бағатын сенсің деп бір айтып қоямыз. Ағылшынша таза сөйлейді. Әкенің рөлі сол, жаңа айтқандай. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге 19 подкаст. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте керемет. Үздік әке тәжірибесі. Отбасы әр адамның өміріндегі ең ыстық мекен. Ал әке отбасының тірегі, баланың қамқоршысы әрі үлгісі. Бүгін мінекей біз әкенің бала тәрбиесіндегі рөлі, отбасындағы құндылықтар және әкелік тәжірибе туралы әңгімелесеміз. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтары біздің мектеп оқушыларының әкелері, өз балаларының тәрбиесіне белсенді араласып жүрген азаматтар, үлгілі қонақтарымыз. Қош келдіңіздер. Алдымен өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер қысқаша. Мен атым Насредин, фамилиям Қожырбай. Осы сөзімді бастамас бұрын мен жалпы мына бала тәрбиесі қазіргі таңда үлкен, былайша айтқанда елімізде резонанс беріп тұрған мәселе ғой. Өйткені бала тәрбиесіне біз көп көңіл бөлмей ақшаны болып кеттік. Жасыратын жоқ. Бүкіл әлемдік тенденция сондай. Сондықтан қазіргі таңда мына аурудың да өзінің иммунитеті болатын сияқты, мына елдің де иммунитеті оянып, біздер осы бір жылдың үстінде болды. Қазақстан, осы бүкіл Қазақстан аумағында билер жүйесін құрып жатырмыз. Мен осы билер жүйесін ұйымдастырушы беймін Маңғыстау облысы бойынша. Бұны 3 рет құрылтайда болдым. Құрылтайда осы жерден ауданнан келген делегация сайлап, мен сол жаққа жіберіп, сол жақтан бекітіп берді. Куәлігін беріп. Соныменен біз осы жұмысымызды бастағалы ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөлеміз. Бастағалы біраз айдың жүзі болды. Біз негізгі осы қоғамдық ұйымдармен біріккен жұмыс жасаймыз. Мысалға, әкелер одағы дейтін бар, Маңғыстау филиалы, Қонарбаев Аллаберген дейтін төрағасы. Сосын және де басқа да ұйымдармен бірге жұмыс жасаймыз. Өкімет саласының азаматтарымен бірге жұмыс жасаймыз. Өйткені біздің бәрімізде мүддеміз бір. Ұрпақ тәрбиесі, бала тәрбиесі. Неліктен осындай күйге жетті? Осының бәрін зерттеп, қарап, біздер осы мәселені шындап қолға алып жатырмыз. Енді қысқаша танысқанда айтатын осы енді. Қазіргі таңда енді жалпы бізде күнделікті күнде осы шараларға қатысып, әртүрлі шаралар өткізіп, бірге жастардың несіне барып, мектептерге барып, жаңағы танысып, лекция оқып, сондай неғылым шараларына ұйымдастырып жатырмыз. Енді өзіме келетін болсам, менің аты жөнім Құбашев Жетібай Бопышұлы. 5 баланың әкесімін. Бір балам жұмыс істейді, 2 балам студент, 2 балам оқушы. Бір балам осы жерде оқиды, осы мектепте. Сол сияқты. Өзімде енді көп жылдары мемлекеттік қызмет істедім. Мемлекеттік қызметтерде қазір енді былай айтқанда зейнеткерміз. Зейнеткерміз. Сол жаңа бала тәрбиесі дегесін сол сәл де болса атсалысайық деп, мына Эльмира апайымыз шақырып отқаннан кейін сол келіп отқан жайымыз. Рахмет, үлкен алғыс айтамыз. Біздің осындай подкастымызға келіп өздеріңіздің үлгі өнегеңізбен бөлісіп жатқандарыңызға. Енді бүгінгі менің қойын деп отқан сұрағым, қазіргі қоғамда әкенің отбасындағы рөлі қандай? Сіздердің ойларыңызша. Енді жерде әкенің рөлі өте үлкен деген біледі. Өйткені мысалға бір әкенің тәрбиесі, мысалы 100 мектептің тәрбиесін сәйкес деп айтып жүр соңғы кездерде. Осында да солай. Өйткені бала мектепте бір мезгіл оқыса, әкесімен өмір бойы бірге жүреді. Сондықтан балаға әке өзінің ең бірінші өзінің қылығымен, жүріс-тұрысымен, былайша айтқанда айтпай-ақ тәрбие бере алады. Мысалға, ол егер өзі мысалға мәслихатына жөніне жүрген жұмыссыз жатқан болса, ол өзі арақ ішіп сондай адам болатын болса, оның баласы да дұрыс тәрбие ала алмайды. Бала көргенін істейді, әкесінің ізімен жүреді. Керек болатын болса, ол кезінде мысалға біздер, менің апам айтатын, сенің жүрсің, осы менің тәтемнің жүрсін айнымайды деп. Тәтеміздің жүрсіне дейін салатынбыз кезінде. Ал сол әкеміздің бір ауыз лағатты сөзі күні күнге дейін маған өмір бойы сабақ болып келді. Айтайын десе, мысалға,
біздер жаңағы әкемізге шөп шауға көмектесетінбіз, ағам екеуміз. Сосын шөп шауып, енді әбет болған кезде тамақ ішеміз ғой енді. Сосын дастархан жайып жаңағы алып барған тамағымызды жейік десек, әкем айтады, мына дастарханды алды, ана жаққа апарып жай. Неге деймін? Ана құмырсқаның илеуін баспа. Ол да тіршілік иесі ғой, Алла тағаланың жаратқан. Сенің үстіңнен үлкен дәу келіп, сен аяғыңды басып таптап кетсе жақсы көресің бе дейді. Сондай түсіндіреді, кәдімгі жетегіңе жеткізіп. Содан кейін мен мысалға содан нәтиже шығарып өмір бойы жануар, жәндіктерге деген мейірім басқаша қарайтын болдым. Ол да тіршілік иесі, онда нетуге болмайды. Болмаса балдардың істемейтін жоқ қой, мысықты басынан бастап алып іліп қояды, түрлі бәле жасайды. Ал соның біреуінде біз жасамай, әйтеуір осы жасқа дейін жануарға біз қамқор болып жүрдік. Осындай жағдай. Сіздің ойыңызша? Енді Нәкең сөйлеп жатқаннан кейін мен оған тек қосылмасам, Нәкеңе толықтай қосылам. Енді әкем деген енді үйдің тірегі ғой. Тірек, қамқоршысы. Жаңа айтқандай, өзінің балдарына беретін ұлағатты сіз мен жерде ұстаз болсаңдар, ол кісі мысалы үйде ұстаз. Өзінің көрген, білген, жиып терген бәрін балаларына үйретеді ғой. Кім баласын жаман болсын деп ойлайды. Бәрі де жақсы болсын деп сол. Өзін бірінші үлгісемді көрсету керек. Жаңа Нәкең айтып кеткендей, ол әкемізге бәріміз өстік. Әкеге қарап ұл өсер дейді, мысалы, сол шешеге қысап қыз өсер дейді. Сол өзіңнің өнегеңмен берген тәлім-тәрбиемен өседі ғой. Соған қосыламын енді Нәкең. Жалпы мен негізі өзім ойымша да осы біздер айтамыз ғой, мектептегі ұстаздар, мұғалімдер дейміз да, негізі адамның барлығы да мұғалім, ұстаз деп ойлаймын да. Жаңағы мектептегі біздің беріп отқан 4-5 сағаттық білім, тәрбие, бірақ оған қарағанда үйдегі, жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы, сіздің де әкеңізде қарап ісін жасадым деп айтып отырсыз мысалы. Негізі шынымен де үйдегі білім, тәрбие өте баланың өмірінде үлкен әсер қалдырады деп. Сосын бір есіме түсіп отқаны, жалпы әкенің рөлін деген кезде, әке бала тәрбиесімен шұғылданған кезде таразының екі басын тең ұстау керек. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін. Оны мысалға мен айтар едім, қазіргі заманауи бір педагог бар ғой, атақты жаңағы, соның көп шығады желіде, Стивен Кови дейтін. Сонда жаңағы алтын жұмыртқа мысал естімегендеріңіз білмеймін, айтып кетейін. Бір шаруа қаз ұстайды екен ғой. Содан жаңағы күнде бір жұмыртқа жейді екен, жұмыртқасы үлкен екен. Сөйтіп бір күні барып жұмыртқа алайын деп қараса, сары жұмыртқа жатыр дейді. Мынау біреудің ойыны ма не екен деп қарайды да күмәнданып, сосын жаңағы ломбардқа апарып тексертсе, мынау таза алтын болып шығады. Сосын жаңағы жұмыртқаны салып алады, келесі күні тағы қарайды, қаздың астында тағы алтын жұмыртқа жатыр. Сөйтіп бір апта бойы алтын жұмыртқа тереді. Ең соңында жаңағы нәпсісі ойнап, көбірек алтын жұмыртқа тапқысы келіп, жаңағы қазды жарып тастайды ғой. Ішін қарайды, ішінде дым да жоқ дейді. Сөйтіп қаз өліп қалады, жұмыртқа тоқтап қалады. Міне бұл жаңағы сол мысалдан, мысалы қазақта бір ауыз сөзбен айтқан ғой. Арбада сынбасын, өгізде өлмесін дейді. Сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа дейді мысалға. Сосын жаңағы түрлі қазақтың мақал мәтелдері бар. Бұны кәдімгі нақты бір-екі ауыз сөзбен біздер түсіндіріп отқанбыз. Өйткені бұл жерде тепе-теңдікті сақтау керек. Нәтиже тең болады. Қор құралда, сонымен жаңағы тәсіл екеуінің қатынасы нәтижеге тепе-теңдікті сақтау керек та. Өйткені мысалға алайық, сіз машина алдыңыз, сатып алдыңыз да, машинаны төпеп күнде таксовать етіп, жаңағы сындырып тұрасыз. Бір 2 айдың ішінде, 1 жылдың ішінде машина талқаны шығады. Ал екінші бірі сол машинаға ауыстырып, жаңағы запчастарын ауыстырып, қарап тұрсап қараса, ол 10 шақты, 20 шақты жыл регулярно жаңағы жөндеп тұрса, ол түсім түседі. Сонда таразының екі басын тең ұстайды. Сол сияқты бала тәрбиесінде сондай. Егер сен о балаға жекір байқайлап, ұрсып тыңдамадың деп бытшын шығаратын болсаң, о бала саған ғұмырда сен айтқаныңды тыңдамайды. О балаға өзің сеніп кәдімгі, соған кәдімгі баланың терезең тең адам қысып сөйлесу керек та. Мен мысалға 3 қыз бір баланың әкесімін. Өзімнің қазір немерелерім 17-18-ге келді. 17-18 немерем бар, жаңа жиендерім қосқанда. Соның бәрі де азамат болып жатыр. Қазір өзімнің 4 немерем бар. Алды, университетті бітіреді, Құдай қаласа осы үйінде. Мен осы балдарыма жасаған тәрбиемді немерелеріме жасап отырмын қазір.
бірақ енді немерелеріңізге сәл жаңағындай жеңілірек қарайтын шығарсыз. жоқ, немереге жеңілдік қарайсың ғой, бірақ та немереге керісінше меніңше ойлаймын, жауапкершілікті көбейту керек болды. Өйткені біздің кезімізде жаңа әкенің тәрбиесін көріп өстік қой, енді сол әкеден көрген тәрбиемізді баламызға, немеремізге жеткіземіз ғой енді. Сол кезде ол кезде заман мынандай болған жоқ. Қазіргі заманда қиын. Өйткені қазір бала тәрбиесіне араласатын технология дейтін бәле, мына сотка дейді, тиктогың дейді, басқаң дейді. Ол кезде ондай болған жоқ. Бізге ол кезде тәрбие жеңілдеу болды, анағұрлым. А қазір қиын. Мысалға балаң сені жүре тыңдауы мүмкін. Өйткені жүре тыңдамас үшін сен сол баланы сенімді көруің керек, бірінші оны қызықтыруың керек. Оған жаңағы өзің қызығатындай тақырып тауып беруің керек. Сөйтіп балаң сені тыңдауға кәдімгі өзі ішкі түп санасы тыңдайтындай жағдайға апару керек қой. Сол кезде дұрыс па. Жаңа әдіс тәсіл дегенден шығып кеткен. Сіздің балаларыңыз қандай әдістермен тәрбиелеп жатырсыз? Қандай әдістер, сонда бөлісіп кетсеңіз? Енді жаңа айтып кеттік қой. Әдіс тәсіл дейді. Ол деген жаңа Нәкең айтып жатыр, енді әркімге ол балаға айқаласаң да, мысалы, айқаламасаң да ол тыңдамайтын бала тыңдамайды. Жаңа сосын қазіргі заманның бір несі тәрбие деген көбіне мына телефонмен, смартфонмен келеді да. Телефонмен, смартфонмен келеді. Мысалы, қалалық үйлерде қалай? Қалалық үйлерде бала сабағын оқиды, спортына барады, қарған уақытта мысалы телефонға кіреді кейбір. Сен оны қой деуің керек. Қой дейтін сен, мысалы, үлкен аулаң болса екен, бір қойың болса ұстап отқан, тағы бір демелерің болса істеп отқанда, оған жұмсайтын ананы тазала, мынаны тазала дейтін да ол емес. Сондықтан өзің тәрбиең деген, енді тәрбие деген әркім әртүрлі ғой. Мысалы, мен үйде өзім азап домбыра шертемін. Домбыра тартамын, мысалы, ән айтамын, мысалы, балаларым да мысалы неге қатысты, осы домбыраға қатысты. Енді кішкентайым енді пока ол еркелеу, сәл оған ондай деп атқан жоқпыз. Енді қалғандары домбыраға қатысты, әртүрлі үйірмелерге қатысты, солай ғой мысалы. Сонымен ынталандырасың адамды да, ынталандырып көрсетіп, міне осылай деп та. Ол саған қарап, сосын ода сөйтіп өседі, мысалы. Осы телефонға жаңа айтып жатыр ғой, телефон көреді деп та, енді одан қалай арылтуға болады? Мүмкін кітапқа баулу керек па? Немесе бос уақытты болмайтындай қылып, жаңа үйірмелерге беру керек пе, мысалы? Сіздерде балаларыңыз телефон шығып отырса, не деп айтасыздар? Негізі телефон шығып отқанда айтасың ғой, телефоннан пайда алмайсың деп айтасың, оны деген түсіндіріп жатсың ғой. Тыңдаса жақсы. Тыңдаса жақсы. Бірақ бәрін сол беріп жатқан телефон, қазірде шынын айту керек, бәрін телефон. Бірақ соның уақыты бос болмау керек. Уақыты бос болмау. Спорты болу керек, үйірмесі болу керек. Тағы да үйдегі шаруа, солай да. Бірақ оларды бәрібір қарайды. Ол сен қарамайды дегенмен бәрібір қарай береді. Ол қарайды да, оны көреді де, оны істейді. Бірақ дегенмен мен сенің айтқаның басымдырақ болу керек қой. Әкенің айтқаны, шешенің айтқаны үйдегі. Сол деп ойлаймын енді мен. Дұрыс айтасыз. Бала тәрбиесінде сіздердің ұстанымдарыңыз қандай? Енді бала тәрбиесінде ұстаным ең бірінші біздерге мысалға кісінің ала жібін аттама деп өсірді әкемізді. Мен сол ұстанымды осы уақытқа дейін ұстап келдім. Менде мына осы облыс бойынша бір саланың басқардым облыс әкімдігінде. Соның орынбасары болдым, көптеген жылдар болды, сол саланы басқардым, көлік саласын. Сол кезде біздің қолымызда миллиардтаған ақша өтіп тұрды. Тендер болады, басқасы болады. Енем жасы ондай ештеңе алмай кетті. Өйткені оның әкеміздің тәрбиесін көріп өстік. Әкеміз былай дейтін еді: жолда келе жатасың, бірдеңе тауып алсаң дейді. Мен болмай ақша тауып. Кімдікі деп 3 рет айқайлауың керек дейді. Егер сол кезде есі шықпайтын болса, сен соны көтеруің керек дейді. Сонан кейін тағы қазір енді жариялап қояды бұқара ақпарат құралдарын. Ол кезде айтады, 3 күн күтуің керек. Соның есі келіп алмайтын болса, онда сен оны иеленуге құзыретің бар, құқың бар дейді. Міне осындай тәрбие көріп өстік, баламызға да айтатынымыз сол қазір. Енді ұят болады деген сөзді сірә айтасың, мынандай істеме, ондай ұят болады. Кісінің ала жібін аттама, үлкенді сыйла, кішіге ізет ет. Осындай тәрбие ғой бәрі дейтінде. Өтірік айтпа. Қазіргі балдардың көбі мысалы өтірікті тез сіңіреді бойына. Өзіне пайдалы жерде өтірік айтып жібереді. Оны бәріміз де байқаймыз балдарымыздан. Бірақ соны неғылған кезде ескертпе беріп отыру керек. Сен мынауын көтер, олай істеймесе айналайын. Ертең үйреніп кетесің ғой. Ертең үйреніп кетеді. Мен осындай. Қандай маңызды қасиеттерді сіңірткіңіз келеді? Немесе жаңа айтады ғой, бұрын мен осындай жасамай кетіп едім, осы балам жасасыншы деген сияқты. Бір мүмкін
жаңа енді Нәкең айтып жатыр ғой, нең бірінші енді ол адамға адалдық керек та, әр уақытта да. әрине. Қазіргі қоғамда, әсіресе қазіргі қоғамда мысалы, жан-жаңа қарасаң мысалы, мына ютубтан, ватсаптан қарап жатсаң әртүрлі әңгімелер алып қашпа, бір-бірін нетеді. Соны қарап отырып өзіңде бір ойға кетесің кейбірде, шынын айтуға да. Мына балам кейбірде біреуге ұқсамас екен дейсің, айтып жатқан, ал біреуге ұқсас екен дейсің. Сондықтан әртүрлі әңгіме ғой. Мысалы, әр әке өз баласын жаман да ойламайды ғой. Бәрі де жақсы болса екен, білімді болса екен. Енді бірінші айтатынымыз білімді бол дейміз ғой, білім ал қарағым. Білім ал. Енді тәрбие мен білім екеуі бірге жүреді. Тәрбие мен білім. Мысалы деген, енді қазір мектепте де тәрбие беретін шығар. Бірақ мына бұрынғы ойшылымыз мысалы Әбу Насыр әл-Фарабидің өзінің айтып кеткен мысалы, тәрбиесіз білім ол деген адамзаттың қас жауы депті. Сондықтан тәрбие мен білім қатар жүру керек. Ол мен айтамыз, мысалы сенің біздің салт дәстүріміз, ырым тыйымымыз, қазақтың өзінің бір ұлттың бір эталон, бір өзінің бір несі болады ғой, сондай коды. Ұлттың коды. Біз қазақ деген кімбіз? Қайдан шықтық деген сияқты, сол сияқты кодымен сонымен тәрбие берсек, балдарымыз жаман болмайды деп ойлаймын. Мысалы бұрынғы біздің мысалы өткен мына Алаштың арыстары кешегі, олар қандай тәрбиемен өсті мысалы деген. Ол білімде болды, өз әр жерде де мысалы ол сауатты да болды, мысалы тәрбиені де алған, ол әкенің де тәрбиесін алған, шешенің де тәрбиесін алған, жан-жақты болды. Сондықтан олар өз-өздеріне тұра болды, біле білді, отанын сүйді, елін сүйді, бәрін сөйтіп өсті да, мен сол деп білемін мысалы. Тәрбие мен білімді қатар беру керек деп ойлаймын. Сосын тағы да бір маңызды нәрсе есіме түсіп отыр. Мына қазақта мақал бар. Ұлың өссе, ұлы жақсымен көршілес бол. Қызың өссе, қызы жақсымен көршілес бол дейді. Өйткені балаға көбінесе көп әке, шеше тәрбиесінен де басқа мына ортасы көп әсер етеді. Егер дұрыс ортаға түспей, қисық ортаға түсіп кететін болса, ол баланы қайта көндіру, дұрыс ортаға әкелу өте қиын болады. Сондықтан баланың жүріс-тұрысына мән беру керек. Қайда бара жатсың, қайда келе жатсың. Ол мысалға біздің қазір менің балам немерем 20-да. Әліге шейін маған есеп береді кеткенде. Ата мен машина алып кетеді. Сағат 11-де 12-де келем дейді. Сол кеткенде 11-12-де уәдесінде тұрып келеді. Сәл кешіксе звондап жатамын. Ата қазір барам дейді. Болды. Міне осындай тәртіппен өссе, ол баланы ол өзіне міндет қылады. Міндет есеп беріп отырады. Андай былай кетпейді, бөтен неге ортаға түспейді. Сосын құрдастары кім екен, соны неғылым сұрауым керек. Кімдермен жүр ол, қандай ортада жүр, соны ол бірге жүрген жолдастары қандай қызметте жүрген адамдар, сауаты қандай, білімі қандай, деңгейі қандай, міне осының бәріне үлкен назар аудару керек әке дейтін. Сонда ол баласына былайша айтқанда тек қана үйдегі әке тәрбиесі мен мектептегі мектеп тәрбиесінен басқа жүрген ортасының нақты атқаратын рөлі өте зор болады. Сондықтан соған көңіл бөлген дұрыс. Иә, орта демекші шынымен де менде дәл сол сөз қозғағым келіп отырады. Орта шынымен де мына баланың ортасына өте қатты мән беру керек деп ойлаймын. Мысалы сіз енді қазір мектеп оқушысы ғой балаңыз. Өзің достарын үйге алып келіп, немесе жаңағыдай бір өзіңіз көріп жатқан жағдайлар болады ма? Менің де қазір айтып отырмын ғой, екі балам мектеп оқушысы, бір балам кішісі қызым осы мектепте оқиды. Елеуір апайдың тәрбиесінде болды, бастауыш сыныпта, қазір 5-ші сынып. Оған дейін Елеуір. Енді оларды мектебі де ішінде класы да, сыныбы да жақсы, бәрі де жақсы. Үйге тек әкеліп отырады. Біздің кейбір ұлықсат сұрамайды әкеліп отырады, мен қыздарым кірсінші ішке деп та, мысалы. Толып кіріп өздері ойнап, өздерінің бөлмесінде солай деп та. Оған енді сен не деп айтпайсың ғой. Келсін, ойнасын, тамақ ішсін дейсің кейбірде, кештеу салаға нетіп жатсам мысалы үйде. Әбет ішің ғой, или кешкі таман ас іше ғой деп, оны да бәріне шақырып жатсың. Енді үлкен ұлым, ол мына 13-ші мектеп гимназиясында оқиды. Ода не? Ода спорт қатысады, былай оқу үздігі сондай. Ода келіп алып келеді, мысалы балаларын, анаумен жүрмін, мынаумен жүрмін деп. Ана қазіргі балдардың біресі, мынау бақа кірсінші, кім бақа деген кім деймін ғой, бақтияр деп қояды. Анда тағы жетеді әйтеуір аттар, солар келсін деп та. Сол араласады, отырады, бәрінде істейді ғой. Сол жаңа айтып отқан тәрбие сол ғой, кіммен жүргені, қай ортада жүр, кімнің ортасында жүр.
оны да білу, қандай балдар арасында жүрген да. Солай енді тәрбиелеп өсіп жатыр ғой. Ол өздері сұранып кетеді, бір үйге барайын деп едім, жолдасым үйде. Қай жақта барасың, қай жерде деп жаңа айтқандай сұрап жатамыз ғой онда. Уақытында келің, уақытында кетің деп те, мысалы сол. Сосын жаңа гаджет жөнінде айттыңыз ғой. Қалай баланы осыдан неғылу керек? Мен өзімнің қызым бар қазір бизнесте. Сол Гүлназ деген. Соның тәжірибесін айтайын. Басқа қыздарым да сондай 3 қызым бар, 1 балам бар дедім ғой. Сол жаңағы жиендерім енді қызымнан туған. Сіңбілуге уақыты жоқ. Мына телефон шұқыламақ түгіл. Неше дейсіз ғой? Себебі ол ана неден жаңағы бірдеңеден алады да жаңағы билейтін үйірмелерден алады да домбыраға лақтырады, домбырадан шығарып алып тағы бір жерге барады. Соны бір күнде 3 жерге анық барады сол әрқайсысы. Соның арасында жаңа өздерінің шаруасы болып қалады да, ата дейді, аға дейді, ана мен аға дейді. Енді ана әкем тәте дейді, мама дейді, мен аға дейді, әке шешесін. Соның аға сен қолың бос па дейді. Иә, қолым бос. Барып ана Ерасылды ала қойшы, ана жаққа лақтыра қойшы, немесе жаңағы Мұстафаны алда анда апарып тастай қойшы деп жаңағы өтінім жасайды. Сонымен жүргенім жаңағы жиендерін тасып, ана үйірмеден аламын, ана жаққа апарамын. Оның өзі бақыт. Сол енді былайша айтқанда, мен оны неге айтып отырған себебім, егер енді көп адамның жағдайы да келмеуі мүмкін, бірақ қазір жаңағы платный дейді ғой. Иә. Ақылы үйірме көп. Ақыл үйірмеге беріп қою керек шама келсе. Соның бәрін өнер қылып үйренсе, мен оны айтатын себебім, мен қазір балам немерем үлкені. Осы универді бітіріп жатыр, IT программист. Сол ағылшынша таза сөйлейді категориясымен. Соны мен 5 жастан бастап ағылшыншаға бердім, платныйға. Соны өскенде ата деп рахметін айтты маған. Ата сенің неңді жаңа баяғыда барғым келмей жүр дейді. Енді осы күні соған рахаттанып жүрмін дейді. Енді жақында бітіреді, олардың жаңағы международный болғаннан кейін ағылшынша оқытады. Көрдіңіз ба? Сол жерде баяғы тәрбиесі алған несінің бәрі соған пайдаға асады. Сол сияқты баланы қазір үйірмелерге берсең, ол бала ізденіс арқылы өзіне қай зат ұнайды. Өнер жағы ұнай ма, жоғалда басқа шахматы ма, басқасы ма ұнай ма, өзінің несін тауып алса, ол бала ары қарай дамыта береді сол саланы. Көрдіңіз ба? Сол жерден пайдасы бар. Екінші, мына телефон ұстамайды. Ұстауға шамасы да келмейді оны. Қарадың кесіп құрып келеді, тамақ істеп ұйықтап қалады. Осындай әкелерге осындай не бар да, айтатын ұсыныстар бар. Шама келсе сөйту керек. Әңгімеден әңгіме шығады демекші. Сіздер балаларыңыздың мамандық таңдауда араластыңыздар ма? Жоқ, мынандай болсыншы деп та. Араласты. Бізде бір қыз бар еді жаңағы. Менің мамам деген өзі мынандай болғысы келеді, сосын бізді де осындай қылды деп та. Осы мамандыққа қарай сүйрейді деп та. Сіздер ол енді дұрыс енді. Ол жалпы мамандық таңдағанда бала адаспау керек. Балаға мамандықтан таңдаған кезде оның өзі не затқа бейім, соны қарау керек. Мысалға мен араластым, немерем құрылысқа бейім болды да, құрылыс колледжіне тапсырды болашаққа. Соны қазір мастер құрылысшы болып шықты, шебер болып. Қазір жұмыс жасап жатыр мысалы да. Енді сол бағытпен жұмыс жасай беретін болса, ол қызығушылық танытса, ары қарай университетіне бітіреді, түседі, басқа не қылады, сөйтіп кетеді. Ал егер оған нұсқау беріп, бір бағдар бермесе, әке-шешесі өзімен мәслихатына кете берсе, ол өзіне ұнамайтын қасында жолдас балдар анаған түсті ғой, мен де соған түсейін дейді де, айналып келгенде ол оның мамандығы емес болып шығады. Сөйтіп мысалға 4-5 жыл бекер оқиды да, артынан оған қызығушылық жоқ болады. Жоқ болғаннан кейін мына мамандықты құр қағаз болып, диплом болып үйінде жатады. Сондықтан жаңағыда міндетті түрде балаға беріп отыру керек бағыт бағдар. Егер ұнамай ма, значит өзі айтсын. Қайсысын айтса саған. Бірақ негізінде баланың өзіне еркіндік беру керек. Өзіне беру керек. Бірақ бағдарлама беріп отыру керек. Осындай қылсаң қайтеді деп ақылдасқан болып. Сол кезде баланың өзі айтады, ата мен болғым келмейді құрылысшы. Мен мына мамандық таңдаймын, мен басқа бірдеңе істеймін деп. Өзі айтады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сіздің балаңыз? Ал мен болсам, менің үлкен қызыма, бірінші қызыма мен оған араласқан жоқпын. Қарағым, өзің білесің деп едім, ол артта мысалы международный отношенияға түсті. Қазір енді сол КТЖ-да сол сыртқа байланыс бойынша сол қызмет істеп жатыр өздерінің де. Ал екінші қызыма мен азап араластым. Енді қыз бала болғасын білесің ғой, енді жол жіңішке дейді, осындай. Саған мына мамандық керек ау қызым деп та. Мен кішкентай мұғалім болса істеп едім да, мұғалім енді бәр жерде бар, білмейсің, әр жерде бар, мысалы сондай деп та. Ол жақсы деп химияға түсті. Химия, ол өндірісте де істеуге болады, лабораторияда.
химиядан сабақ беруге де болады да. Қазір оқып жатыр, 3-ші курста я. Ал ұлым 3-ші, ол да осы мектепті бітірді. Ол өзі айтты, мен жаңа компьютерщик, вычислительная техника сондай болайыншы депті. Өзім білдім, оның бетінен қаққан жоқпын. Бетінен қаққан жоқпын. Сосын қазір балам қазір 10 оқып жатыр. Келесі жылы 11, одан кейін бітіреді. Маңызды сәттер, я. Оған өзіңе не боласың деп өзі мысалы таңдадым мен. Енді аздап кісің қосалқы шаруашылығың бар, сол айтамын ғой, сен баланың кішісін, ертең бізді бағатын сенсің деп бір айтып қоямыз ғой. Сол сияқты, я. Сосын шаруашылық болғасын, мені көке дейді, көкесіз шаруашылық барға соған не деймін, мен кішкентай мал шаруашылығы жағына кетейін. Өзің біл. Ол бірақ үздік оқиды, не оқиды, ел айтады. Сосын мен айтамын, менеджмент оқы дейді. Сол, басқару менеджментін оқы, ал шаруашылық сонымен де мысалы нетесің деп та сол. Ал кішкентай қызым, оған енді ол кішкентай кезінен бастап мысалы құлағына құйып жатыр. Менің қызым тігінші болады, атақты дизайнер болады деп та, дизайнер болады деп. Ол тігінге де қатысты, суретке де қатысты, суретте тамаша салады мысалы өзі да. Менің қызым осы деп сөйтіп айтып жүремін мен. Бізге костюм шалбар тігіп береді, мамасына көйлек тігіп береді деп біз бәрі де сөйтіп айтып отырамыз да. Сол құлағына құйылып жатыр, өзі де енді ол дизайнер болам, сондай не болам деп жүр да, қолөнерге сондайға қатысып. Қолөнерге де бердік, бейімделіп суретке де. Солай, енді өмір өзі көрсетеді ғой. Бейімділігіне байланысты. Бейімділігіне байланысты. Мен де мысалы, менің де ата-анам мамандық таңдауға тікелей қатынасты. Мен негізі жаңа айтқансыз, международный отношения дейді. Мен де сол мамандық таңдағым келген, дипломат боламын деп, шетелге кеткім келеді деп та. Сол кезде мен атам айтқаны мұғалім бол деп. Себебі ертең мысалы қыз жаңа айтып жатыр, жұрттық тұрмысқа шыққанда, ауылға тұрмысқа шығасың, ал дипломатпын деп. Көшем деп айтасыз, кенжесіне тұрмысқа шықсаң деген сияқты. Сөйтіп мұғалімдік таңдап едік, содан кейін мен айтамын ғой, шынымен де ата-ана ешқашан қателеспейді екен негізі деп. Дұрыс қой. Сіздерде балаларыңызбен қандай қиындықтар болды? Немесе жаңа айтқан ғой, мектепте бір баламен, оқушымен араздасып қалып жатса, қазір көп қой, ата-анасы келіп, ол жаңа араздасқан балаға келіп, жекіп сөйлеп жатады деген сияқты да. Өте сондай бір проблемалар көп. Сіздер қалай шешесіздер ондай қиындықтар? Жалпы мен мысалға өзім әке-шешем тәрбиесін балама жеткіздім. Әке-шешем ғұмырда дағдан таяқ жеп келсең, үйге кімнен таяқ жедің, не болды деп маған айтпа дейді. Өз мәселені өзің шеш. Біз солай не болдық. Біздер бірден таяқ жеп кететін болсақ, мұрнымыз не болды, қанап. Ғұмырда үйге мұрным қанап бармайтынмын. Бетім жуып аламын, барамын. Сол сияқты баламызға да сөйтетінбіз. Мен баламның мысалға мақтанған емес, бірақ жиендерімнен де, немерелерімнен де, өз балдарынан да мен ондай проблема көрген жоқпын, шын айтайын. Болған болар ұсақ түйек, бірақ та бізге айтпайды ғой. Айтпайды. Айту ішер сынбаған, не қылмаған, болды. Солай жүрдік. Өйткені ол ер баланы солай еркекше тәрбиелеу керек та. Ол жаңағы келіп, ойбай пәленкестен таяқ жеп келдім, төгінкесі мені сабап жіберді деп келіп, оған шешесі шабалаңдап барса, айқай көтерсе, неген бар, мектепке барып, ана әке-шешесін шақырып алып, қазір көп қой сондай. Соның бәрі баланың тәрбиесін бұзады. Мына өсіп жатқан балаға ол бала іздемес болып шығады. Ол өзінше мәселе шеше алмайтындай жағдайға түседі. Ерке тотай болып кетеді. Өйткені ол балаға сөзін сөйлеген сайын, ол бала менікі дұрыс екен деп ойлайды. Мысалға төбелескен екі жақ ұрысса, келіссе, ол екі жағы да кінәлі. Қайткенде бір жағы кінәлі болмайды ол. Қайткенде екі жағында да кінә болады. Сондықтан ол жерде әке-шешенің баланың ондай ұсақ түйегіне араласпаған жөн деп ойлайды. Мектептің айналасында екі оқушы болып шешіп алған жақсы. Себебі жаңа айтып отырмын, балаға сөзін сөйлеп, ана әке-шешесіне барып тиісіп, милиция шақыртып, өйтіп бетіп жүрсек, балаң керісінше тез тәрбиеленіп кетеді. Сондай тентек болып кетеді. Я болмаса, ол менің шешем бар дейді, бірдеңе болса, шешем айтады, қазір айқай шығарады, бұлтышын шығарады, қазір шақырам дейді, болды. Өзі элементар заттар ғой. Сіздерде қиындықтар қазір айтып 5-ші сыныпта деп, негізі бастауыштан жоғарғы сыныпқа көшкен кез кішкене қиын кез болып саналады ол балалар. Жоқ, енді ондайды мен көрген жоқпын, шынын айтайын. Олар жаңа үлкен баламда мысалы қазір мектеп оқып жүрген, оларда өзінің қатары бар, арасы бар. Мысалы біздерде қалай болдық? Біздерде әке-шешең шақырам десе қорқатын едік, зәреміз кетеді. Одан да әке-шешем шақырмасын, мұғалім өзі
өзі ұрсын бірдеме істесін деп сөйтіп қоятын едік те, мысалы да әке шешем шақыртпауға тырысатын едік. Онда әке шешем шақыртса біттік, айтса естісе одан сайын егесе таяқ жейтін едік қой, сөйтетін едік қой мысалы кезінде біздерде. Енді қазірде енді жайлап болып отыр ғой бәрі де, енді болады, бірақ баламнан ондайды көрген жоқ. Мысалы қызымның да классы өздері мектебі деген өзі ұйымшыл, сондай сыныбы жақсы, мысалы бәрібір мәз болып келеді, сол мектептегі жағдайларын айтып, ана былау мынау болып, кеше мына 7 мамырда неткендерін, мына апайлары да беріп, сол неге WhatsApp-қа салып отырады, құттықтаған, бір-бірін сөйлегендерін бәрінде, о да бәрі де ұйымшылдыққа тәрбиелейді ғой, бір-біріне деген сыйластыққа. Сосын жақсы оқиды бәрі де, мысалы бір-бірімен жарысады, сөйтіп, ол пока ол жағынан ешқандай жалып ештеңе жоқ та, мысалы шағым. Тәрбиеде деген. Өздеріңіз шешіп алыңдар. Өздері шешіп, мектептегі жағдайды, сосын және мысалға мектептің директоріне, мектеп педагогтарға мен мынандай ұсыныс айтар едім. Енді қазір білмеймін не істеп жатқандарын, бірақ мысалға алайық класс жетекшісі бір қиын оқушылар бар да, ішінде 3-4 қиын оқушылар бар да. Сосын енді оны қалай тәрбиелеу керек? Оны жаңағы айтып отқан әке-шешесін шақырып біріккен жиналыс ұйымдастыру керек. Біріккен жиналыс. Балдар да отырсын, әке-шеше. Бірақ баланы шығарып ұрыспау керек. Бала о бала сияқты емес, басқа бірдеңе жөнінде әңгіме айтып отқан сияқты жанама түрде әке-шешелеріне талап қою керек та. Осындай да осындай, балдарын қараңдар, осындай да осындай. Бала тыңдап отыру керек. Сондай бір саясат ұстану керек ортада да. Оқушыларға фамилияларын атап не қылудың қажеті жоқ. Онда керісінше намыстанады, о бала онан сайын өшіп кетеді. Ал соны сөйтіп отырып жеткізсе, бала өзі қаралай қызыл классқа кіріп, өзінің ішін байқап отырады. Жаңағы жетесі бар бала, жетесіз балаға бәрі мына жақтан кіріп, мына жақтан шығып кетеді. Ал соны әке-шешесіне дұрыстап сөйтіп түсіндіріп, аталар жиналысы қазір бар ғой да? Мысалы біздің кезімізде аталар жиналысы 90 сайын 90 біткен кезде аталар жиналысы біздің кезімізде сондай еді, аталар жиналысы. Мен талай көрдім мысалға, баланы шығарып алып әке-шешесінің көзінше айқайлайтын. Ол дұрыс емес, олай қылмау керек. Жаңағыдай түрде біріккен жиналыс өткізіп, әке-шешесіне жаңағы дұрыстап түсіндіріп айтып, керісінше анау-мынау не болса мақтау керек. Мына кісі дейді, мына балаңыз сенің дейді күшті оқиды. Математикадан өте күшті. Мынандай бағаға шықты. Тәрбиелеп сөйтіп отырса, ана баланың ынтасы көбейеді керісінше. Қазір енді бізде ата-аналар жиналысында бала оқушы мен ата-ана қатыспайды, ата-аналардың өзінің жиналысы болады ғой. Бірақ енді ол кезде жаңа оқушының атын атап түсін түстеп олай ештеңе айтылмайды жалпы. Сол дұрыс ол. Бұрын мен өзім мысалы мектепте оқыған кезде біздер солай еді. Мысалы осындай болды, айдана бүйтті, сөйтті деген сияқты. Айтатын еді. Енді қазір осы заманғы оқушыларға қарай бейімделіп жатыр ғой біздердің де. Біздер жалпы енді мектепте тәрбие өте керемет беріледі ғой, себебі әр апта сайын сынып сағаты болады. Ол сынып сағатта өзінің тақырыптары болады, жағы елге деген сүйіспеншілік деген сияқты тәрбиеге байланысты әртүрлі тақырыптар қозғалып отырады негізі. Ол жағынан да өте жақсы атсалысып жатыр. Енді сіздерге қысқаша блиц сұрақтар қойсам, қысқаша жауап берсеңіздер сіздерге тездетіп жауап беретін. Балаңызбен ең жиі не туралы сөйлесесіз? Қысқа. Баламен жиі мысалға өсіп келатқан баламен мамандық жөнінде сөйлесемін. Қазір не істеп жатсың, оның келешегі қандай болады? Мынандай жұмыс жасасаң, оның перспективасы қандай болады? Перспективамен жұмыс жасау керек. Ақша қумау керек. Екі жағын таразын тең ұстау керек. Осындай мәселелерді көбірек айтамын мен. Осындай кітаптарды ұсынамын оқы деп. Бірақ өкінішке орай көбі сол кітапты оқып отырып ұйықтап қалады, шынында айту керек. Ондай да бар. Бірақ сол балаға жаңағы жетесіне құйып беріп түсіндірген көп артық та, өзіңді мысалға келтіріп, өзің қалай болдың, сондай қылып түсіндірсең, ол баланың жетесінде сақталып қалады. Негізі қазіргі балдар көп кітап оқымайды. Кітап оқымайды. Тек мынаған қарайды, отыратындар осы. Біздің кезімізде қалай болды? Біздер деген даже көрпенің астында фонарикпен оқитын едік. Қой десе де қоймай оқитын едік. Біздер енді кезімізде кітаптары деген сатып алып. Қазір кітап оқымайды. Кейбір айтасың, енді жаңа Нәкең айтқандай кітап оқы дейсің ғой, кітап оқы деп. Мына Яссауи феномені бар, сосын мына Санжар Керімбайдың мысалы көп жақсы әдемі нелері бар. Соларды оқытасың, қолына беріп қоясың.
соның біреуін оқиды, екіншісін оқымайды мысалы. Сонда үйірме кете бересің, мысалы тәрбие деп та, мысалы шешен сөздік деп, шешен сөздер деп, сондайға енді беріп жүріп қой енді. Соңын енді үйде сөйлесетін балаңмен не сөйлесесің, жаңағы өзінің спорттағы нәтижелері, білім несі мысалы не айтып жатсың. Сосын енді үйдің әңгімелері сірә бар енді. Сөйтесің, ортақ әңгімелермен сөйлесе бересің ғой. Кешкілік асқа отырған кезде дастарханның басында айтылатын әңгімелер. Бір назарда ұстайтын нәрсе, баланың мектеп жасына дейінгі тәрбиеге көбірек көңіл бөлу керек. Неге десеңіз, бала сөйлеп бастағаннан бастап, оларға шама келсе жыр айтып беру керек, ертек айтып беру керек. Сол жаңағы айтып отқан әңгіменің бәрі ол тыңдамаса да, ана түпсанасына барып шөгіп, баға жинала береді екен. Сол бағаздың пайдасын өскендегі ол бала көреді екен. Жаңа айтып отқан Санжар Керімбайдың кітабында бар сол сияқты. Мысалы, екі бала шығады, біреу айтады, бар алма ұрлайықшы бар. Екіншісі жоқ, бармаймын. Болмайды, бар алма ұрлауға болмайды. Айтады, ой, не аларсың, ұрлай салайықшы дейді. Жоқ, ана бармаймын. Өйткені оны түпсанасы жібермейді, түпсанасы жібермейді. Ол машинальный, механический, кәдімгі ол автоматын бармайды. Ана тәрбие не алмаған, мына жерде қуыс кеуделі бала. Бұл жерде кеудесі қуыс, ештеңе жоқ. Баяғы мына TikTok бәлебеттерден толтырып алған, оған бәрібір. Көрдіңіз ба? Ол жерде екі нәрсе болды, екі. Баяғы ұят болады, жаман болады деген әңгімемен сөйтіп өстік қой мысалы. Мынаны алма деген сияқты. Ту ата қойшы дейді. Көп мыржи берсең. Кейде артық кетіп қаламыз жаңағы. Енді балаға жақсы болсын дейсің ғой. Көбірек марал оқып жүрсің, ту ата қоя қойшы. Үлкендер көбінесе. Сосын және ол қазір балдардың өресі, мен соңғы кезде байқағаным, көп жоғары деңгейі. Көп жоғары. Тез түйіндейді, тез не қылады. Кейбір жерде өздері жаңағы сенің алдында ұрағытып отырады. Ту ата қойшы, сонда проблема қылып отырсың ба дейді мысалы. Сондай. Енді менің немерелерім енді пока бола қойған жоқ, бірақ өз балдарым туу деп айтпайды. Өзі де біздер патриархат, өзі де папаның тәрбиесі. Немереге патриархат. Енді ол кісіні білмеймін, енді ол кезде көрерміз, Құдай бұйыртып жатса, ол кезде. Немереге енді қой деп айтасың, бірақ та енді ол кейде тыңдайды, кейде шекесімен тыңдайды. Біреудің баласы ғой. Шекесімен тыңдайды. Өз жолаңымыз қақ болатын. Соған тыңдайтынды дәрежеге жеткізіп, соған өзің мейіріңді төксең, мейіріміңді, ол бала сезеді, өте сезімтал ол бала деген. Соған мейірленіп, балаға сөйтіп жақсы көріп не қылсаң, ол бала ұялады. Бетіңе келуге ұялады. Немере деген негізі атаға жақын болады ғой. Көріп атыр. Мен де өзім өстім, мысалы, мен үлкен кемпір шалдың баласы болдым. Солардың өз әкеміздерді аздап мойындаған жоқ, шынын айту керек, мысалы. Сондай болды. Ол немере деген, мына нәкеңнің немересі бар, ол кісіге жақын ғой бұған. Көп жерде. Сіздерге бір күн толық демалыс берсе, балаларыңызбен қайда өткізер едіңіздер? Нем ба? Мен табиғатқа кетер едім. Машина мінгізіп алар едім де. Мына Маңғыстаудың жаңағы атақты жерлері бар, Сұлтан-Епе, Шерғала, Айрақты. Бірақ көп жерлеріне немерелерімді апардым. Апарғанда оларды мен біреу 7 оқиды, біреу 5 оқиды. Сол кезде мен оларды машинама мінгізіп алып, кәдімгі Сұлтан-Епе, Шақпақ ата, Қараман ата, Айрақты. Ағеспе бар. Ағеспеге апарған жоқпын. Неге бардым сол? Бозжыраға апардым, сосын не деді. Темір баба жаққа бардық. Көрдіңіз ба? Көп жерді арладық біз оны. Бекет ата, Оғланды. Енді көп жерді арладық. Ол кезде қазір енді бәрі жан жаққа кетті. Әрқайсының жұмысы бар, заты бар, көп қолда тие бермейді. Бірақ соның өзі оларға үлкен өмірлік сабақ бағаж болады ғой. Бізге енді мен көп жерді шынын айтқанда біз далаға шығып көп нете қойған жоқ. Біз не жер болмаса, мысалы Сұлтан-Епе, Бекет атаның басы, мысалы Ақмыш деген сояқтарға барды мысалы. Осындай біздер қазір қалай бір күн демалыста ол деген ештеңе де болмайды, ол далаға көп шығып жүре бермейсің мысалы. Сондықтан көбіне біз қызым айтады, қызым кішкентай қызым бар сол.
ана неге бар, иә. ойын-сауық. Иә, ойын-сауық бірдемесі бар, соған барайық, сендер. Ал біз не істейміз, сен ойын ойнайсың. Сендер кафеде отырасыңдар ғой дейді, сонымен. Көңілін жеп қойсың, оны да барасың, сөйтесің. Жаңа балаларға тарихи жерлерді көбірек қыдырту керек екенінде, себебі баланы патриотизмге тәрбиелейді. Өзінің туған өлкесін жақсы көруге, сүюге, соны қастерлеуге тәрбиелейді да. Ол бала көрмесе, біздің Маңғыстаудың қандай керемет жерлері бар екенін, оны көргеннен түймейтін болса, ол бала оқығанмен ондай не ала алмайды. Сезім ала алмайды оқыған. А көзбен көрген кезде ол басқаша болады. Иә, бөлек әрине. Балаңыздан енді біз үйретіп жатырмыз ғой, сіздер не үйрендіңіздер? Үйренген нәрсеңіз бар ма? Балаңыздан. Білмеймін, мен жаңағы немерем бар, шопыр. 2 жыл ғой шопыр болған. 2 жыл іс жоға кетіп барды. Кейде машинада отырамын да, маған ескертпесі отырады. Ата сен үйтпеш, ата бүйтпеш. Мені тәрбиелеп отырады жаңағы машинада қанда. Ата сен не көп қарамайсың жан-жағыңа. Поворотын өшірмедің, тағы бірдеңе қылмадың деп. Сол есімде қалғаны. Себебі ана баланың былайша айтқанда ойлары жүріп келеді ғой. Ана правиланы бәрін сақтап отырады. Біздер баяғы әлгі көшеде жүріп права алған адамдармыз ғой. Біз тәжірибені көп не аламыз. Бірақ көбінесе көп жаңағыдай нарушение жасаған кезде баланы немеремнен ескертіп алып отырамын. Сол есімде қалған. Дұрыс деп қоямын. Дұрыс. Енді қазіргі балдарды тәрбиесі бізгене қарағанда ілгері дамығанда, ой өрістері шынын айту керек. Мысалы, мына интернеттерді қарағанда, мынаның бір жаққа кіру керек, не істеу керек, оның бәрін сөйтіп отырады, мысалы да. Мен істей алмай қалсам, балам айтам, ай балам, мынау қалай болады, не етесің, тек алады деп бүйтіп. 1-2 күн басады да болады. Ешқандай қиындығы жоқ қой, көке дейді. Істеп береді да, мысалы да. Сондай бар, несі бар енді. Бәрі де тәрбие ғой. Мен бір әңгіме айтып кетейін, бір тәрбие жөнінде де. Мен мына Жапон мемлекетінде болып қайттым. 1 ай жарым сол жерде болып оқумен барғанбыз. Сонда көргеніміз біздерді жапондардың мектебіне апарды. Мектебінде олардың тәрбиесі 7-ші классқа дейін өзінің тілі, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, мәдениеті соның бәрін береді өзіне. Сен осы тілді оқисың, даже ғана соғатын үлкен барабанын соқтырады. Мынандай флейтесі бар. Жаңа карате, дзюдо деймін, сонымен киіммен отырады, жалаң аяқ жүреді. Мектептерін жаңа біздің кезімізді қазір білмеймін, өзі жуатын, өзі жумайтын, қазір өзі жумайды деймін. Біздің кезімізде өзі жуады, өздері жуады, өздері тазалайды, өздері тамақ пісіреді, сөйтіп жүреді да, мысалы да. Содан кейін барып, мысалы, обедтен кейін кешке таман 4-5-терде үйлеріне кетеді оларда да, мысалы да. Сонда олар бірінші ұлттық тәрбие бередіні. Ұлттық. Ол ұлтының кім екенін біледі, өзінің. Отанның не екенін сезінеді. Мысалы да, отан деген не екенін да сөйтеді. Олар сосын патриот шығады одан да. Ол 7-ші класста, пожалуйста, қай тілді оқисың, өзің біл. Ағылшынша оқисың ба, немісше оқисың ба, қытайша оқисың ба, басқа тілде мысалы. Бәрін жібереді, мысалы, сондай. Бізге де бір жетіспейтін сондай бір тұстарымыз бар да. Әсіресе тіл. Тіл адамның, мысалы, қазақтың жаны тіл дейді ғой, мысалы. Тілін біле керек. Қазір кейбірде жан жаққа қарағанда, былай неткенде шүлдіріп орысша сөйлесіп баратса, жүрегің ауырады да. Жүрегің ауырып қарайсың, ай, мына ертең еліміздің болашағы ғой, мыналар ғой, ертең не болады деп та, мысалы да. Енді ана кезеңнен өттік қой, советтік кезеңнен, енді ол кезде болды. Мына 30 жылдық кезеңнен өттік. Енді қазір сәл де болса тіл жағына, отан сүйгіштік жаққа тәрбиелеу керек балдарды да. Сөйту керек деп ойлаймын енді өзім. Сол менің қысқаша айтатыным. Жалпы мен қоса кетейін. Жалпы білім министрлігінің несі шаруасы ғой, негізінде мына оқу процесін қазір білмеймін қалай екенін де. Бірақ біздің кезімізде өмір бойы сол пайдаланбайтын пәндер көп еді. Қазір бар ма, ондайлар жоқ па? Соның бәрін мен айтар едім. Мысалға, өмір бойы пайдаланбайтын пәндердің сағаттарын қысқартып, жалпы түсінік беріп, қызығушылық танытқан бала ол өзі тауып алып оқу, өзі ары қарай өрістетіп кетеді. Мысалы, астрология бар, жаңағы анатомия, адамның анатомиясы бар, басқасы биологиясы бар, басқасы бар, химия бар. Солардың бәрін сағаттарын қысқартын қарап, соның есесіне ұлттық тәрбие, салт дәстүрге көбірек көңіл бөлу керек. Мысалы, керек болатын болса жыр жаттату керек. Мысалы, әсіресе 5-ші классқа дейін. Сол ертегілерді жаттату керек. Оның мазмұнын айттырып беру керек. Одан үкімет үлкен ұтады.
Себебі келешекте бала өзін жаңағы түп санасын әбден бағажға толтырған бала ғұмырда қылмысқа бармайды ол. Өйткені біздің ұлттық тәрбиеміз, салт дәстүрдің бәрі соған жиналған ғой. Сол бәрі ертегіменен жаңағы жыр, қисса, дастандарда бар бәрі. Тарихымызға дейін сонда бар. Егер сол жыр дастандарды тыңдаған бала ол тарихымен де біледі. Мысалы біздің адамзат, адам ата ауанадан бастап берді, Нұх пайғамбар жаңағы баяғы топан суға дейін, топан судан кейін бәрі осы біздің жыр дастандарымызда жазылған. Оны оқыған бала уже тарихын біледі, қайдан шыққан, қазақ қандай орында тұр әлемде. Соның бәрін білген бала ертең өскен кезде оның ойлау қабілеті де, ой өрісі де өте жоғары және жүріп болады. Иә, дұрыс айтасыз. Енді осы бүгінгі біздің сұхбатымызды аяқтай келе сіздер жас әкелерге қандай кеңесіңіз бар? Енді жас әкелерге былайша айтқанда баланы тәрбиелегенде өзіңіздің өмір тәжірибеңізді, әке-шешеңіздің өмір тәжірибесін мысалға алып, соның кәте жақтарын шығарып тастап, жаңағыдай алға тартатын нәтиже берген жақтарын көбірек алға тартып, тәрбиені солай құрастыру керек. Кез келген нәрсені тек тисе бұтаққа, тимесе терекке деп айта берудің қажеті жоқ. Нәтиже мұн жағында жаңағы құр менен тәсілдің екеуінің қатынасын, екеуін тепе-теңдік ұстайтындай қылып тәрбиені солай беру керек дер едім мен мысалға. Жаңа айтып отқан Стивен Коби дегеннің алтын жұмыртқа мысалы бар ғой. Сол жерде бұлар жаңағы нәтиже дейді. Нәтиже тең болады. Қор менен тәсіл дейді. Адами қор мысалға, физикалық қор немесе қаржылық қор. Мысалы қаржылық қорда да қарайған ақша алып, кредитке аласың да оны оң сол шашсаң, бизнеске салмай. Ертесіне шашылып қаласың, кредитін төлей алмайсың. Егер кредитіңді алғаннан кейін өзінің орны мақсатына салсаң, сенің дамып, бизнесің дамып, жетістікке жетіп, сондай ары қарай жалғасып кете береді. Көрдің бе? Сол кезде алтын жұмыртқаға да ие боласың, қазды да өлтірмейсің. Соны ойлау керек та. Қазіргі таңда біздер мына алтын жұмыртқаның қуамызда қазды өлтіріп аламыз, немесе қазымыз жүдеп қалады. Соған көбірек көңіл бөлу керек дер едім. Иә. Мен де Некең айтқанда жаңа қосылам, алтын жұмыртқа дейді ғой. Қазір шынынан да көп адам мысалы алтын жұмыртқаны ойлайтын болды. Менің балам миллионер болады. Менің балам бай болады дейді. Мысалы ол бәрі бай мен миллионер болса кім қалады жұмыс істейтін деген сияқты. Сол сияқты ғой, адам өзінің еңбегімен істеп, өзі көтерілсе, сонда жақсы болады ғой. Ол бай емес. Менің балам азамат болады. Ертең отанын қорғайтын осы бала, осындай еңбек ететін осы бала деп та, мысалда. Сөйтіп үйрету керек деп ойлаймын мен мысалда. Ода Мәкеңнің айтқанда да толықтай қосылам. Жаңа білімді бұл Мәкең айтып отыр ғой, мен бір Мәкеңе қосылмайтын жерім Мәкеңе бұл кісі айтады, қысқарту керек дейді. Қайта наоборот, советтің кезінде білім деген өте сапалы болды. Енді қазір де сапалы шығар, бірақ советтің кезінде өте сапалы болды. Жан-жақты болды балдар деген. Мысалы, Америкада, мысалы, оларда бір бағытпен тәрбиелейді. Мысалы, математик па, математиканы біледі. Сен бұл жағында биология, химияңды білмейсің, ештеңеңді білмейсің, әдебиетіңді білмейсің, көпті мысалда. Бізде сен әдебиетіңді білесің, тарихыңды білесің, сен географияңды білесің, қай жерде өмір сүріп жатқаныңды. Соның бәрін даже біз армияның өзінде болғанда біздің кезімізде енді армия деген бәрімізге міндетті болды ғой. Біз жан-жақты сұлу жеттік, жан-жақты халықпен сұлу жеттік. Кейбіреулер біздің қазақтардың сондай білімділігі, кейбір балдар мына өзінің туылған жерін, қаласын көрсете алмайды. Алағапты оны Америка, Африкаға кетіп қалады. Біздікілер соны көрсетіп отыратын еді да, мысалы. Біздің қазақтар мысалы. Соған қуанатын едім да. Сол сияқты ғой енді. Бәрі де жаңа айтып отырық қой, мен әкелерге айтатыным, мысалы, тәрбиені көп беру керек үйде. Біздің ата салт дәстүріміздің тәрбиесін. Салтты онды мектепте білімді беріп жатсыңдар. Сіздер Құдайға шүкір білімді. Ал жаңа айтқандай тәрбие ата бабаның салт дәстүрі соны берсе мысалы, ода өте құба болатын еді мысалы. Сен біреуге артық сөйлеме, жаман болады деген сияқты, мынаны нетпе, обал болады деп сөйтіп та, ұрма деген сияқты, нетпе деген сияқты. Бір бауырмашылыққа тәрбиелеу керек. Ой, қазір тек ұрсаң ұр, несі бар, сен ұрып қалса, сен де салып қал деп. Сен не үшін беріп жүрсің ана боксқа, каратеге деп те мысалы. Өйтпей жайлап, түсіністіп, бір-біріне біліп, ақ қарасын шешіп деген сияқты сондай болу керек балдар. Балдар сосын өздері шешеді, олар деген ешкімне сен
былай сәл есейгеннен кейін өзі кімнің кім екенін жайлы өздері біліне бастайды, көріне бастайды да олар сөйтеді. Сосын ырым тыйым ғой, бізде әр уақытта ырым, мысалы бір сәл бір мысал иткөйлек, баланың иткөйлегіне дейді. Бұрын қазіргі балады да бір балаға беріп жібереді жүгіріп, қолына жүгіріп келіп айналып та оны қом қуады, қом жетеді соған дейді. Ал ол кезде иткөйлек деген иттің мойнына байлайды. Ол неге? Ар жағында бір ит мінезі шықсын дейді, дұрыс айтасың. Ит мінезі кетсін, сондай. Әр ырымның артында бір сәл де болса салмақты бір түйін жатыр да, сөз жатыр. Сол сияқты. Дұрыс айтасыз. Әдет ғұрыпта қос тәрбиелесін деген менің айтатыным. Дәстүрмен, салт дәстүрмен жүру. Сонымен бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгін біз әкенің, ата-ананың отбасындағы орны ерекше екенін тағы бір мәрте түсіндік деп ойлаймын. Уақыт бөліп, өнегелі әңгімелеріңізді айтқандарыңызға, тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге үлкен рахмет айтамыз сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.